Әйтеке бидің өмірім халықтікі, өлімім ғана өзімдікі деген сөзі бар. Елге қызмет етудің не екенін ақылман бабамыз бір-ақ ауыз сөздің ішіне сыйғыза білген. Ал ел дегеніміз не? Ол аумағы мен халқы, заңдары мен билігі, сондай-ақ өзгеден ерекшелеп тұратын өзіндік рәміздері бар құрылым. Қазақ елінің де қастер тұтар қасиетті рәміздері бар. Биыл еліміздің мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 33 жыл толып отыр. Тарихи тұрғыдан бұл қас қағым сәт болғанымен, жас мемлекет үшін еңсерілген үлкен белес. Қасиетті нышандарымызда халқымыздың 1000 жылдық мақсат мүддесі тоғысып жатыр. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына арналған салтанатты іс-шарада айтқан болатын. Ту халқымыз үшін қашанда ерлік пен елдіктің символы. Көк түріктер заманында бабаларымыз бөрілі байрақтың төңірегіне топтасты. Көк байрағымыз мызғымас мемлекеттіктің белгісі. Ел таңбамыз азаттықтың айшықты көрінісі. Ал әнұранымыз еркіндік пен елдіктің үні. Тәуелсіздіктің осы үш символы халқымызға ерекше рух береді. Әр қайсымыздың кеудемізге мақтаныш ұялатады. Өйткені бұл бабаларымыздың орындалған арманы, деді президент. Иә, біз бүгінде бабаларымыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз елде, тыныштық заманда өмір кешіп жатырмыз. Көк байрақтан рух алып, әнұранымыз шырқалғанда тебіреніп қолымызды көкірегімізге қоямыз. Біз осы қасиетті нышандарымызды құлатпай, биік ұстасақ, олар біздің еңсемізді жоғары көтеріп тұрады. Оған бас ию, оны қорғау әрбір қазақ баласының қасиетті парызы. Мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын.